Сәлем достар, мен бүгін шайға осындай муравейник жасадым. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең бірінші ыдысымызға 4 қасық қантты саламыз. Одан кейін 4 қасық сүтті құйып, екеуін араластырамыз. Одан кейін еріген сары майымызды салып араластырамыз. Келесі ұнды жаймен сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Немесе қолыңыз бос кезде осындай қамырын істеп мұздатқышқа салып қойсаңыз, қонақ келгенде тез-тез пісіре қоясыз. Одан кейін салқындаған қамырымызды осындай терканың үлкен жағынан осылай өткізіп, пергамент қағазының үстіне қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Қатты қалың бір жері жұқа болып кетпесін, біркелкі пісу үшін қалыңдығы бірдей болғаны жөн. Пісіп шыққаннан кейін осылай қолмен мыжып үгітіп жібереміз. Қатты үгітіп жібермеңіздер, қоқым болып кететіндей. Ең соңында осылай үлкен жерлерін ғана алып қолмен сындырсаңыз жеткілікті. Одан кейін ішіне сгущенка салып, араластырып, тарелкамызға саламыз. Немесе бірнеше печеный болатын болса, бұлай ұсынуға болады. Кішкентай рюмканы суға салып аламыз. Іші су болу керек, оңай түсу үшін. Одан кейін шай қасықпен сала отырып, нығыздап отыруды ұмытпаңыздар. Осылай итеріп қойып отырып саламыз да, төңкеріп түсірсек, осындай бізде әдемі муравейник шыға келеді. Мына жерде тағы бір рет көрсетіп жіберейін. Кішкентай муравейниктерді сәндеу үшін шоколадты ганаш жасап жатырмын. Оған мынандай 20 грамм Қазақстан шоколадына 12,5 грамм сливки құямыз да микроволновкада ерітіп, осылай араластырып жібереміз. Одан кейін кондитер қапшығына салып, бетін әрлесеңіздер болады. Бұл міндетті емес, қалауларыңызға орай. Тарелкадағы муравейниктің үстіне осылай макты сепсеңіз болады, құмырсқаның илеуі секілді. Ал кішкентай муравейникті осылай шоколадпен әрледім. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.